Қазіргі кезде бізде жұмыстарымыз бәрі жоспар бойынша жүргізіліп жатыр. Бізде 3 плут накопителі бар объект басында. Осының бүгінгі жұмыстарымыз бізде геотексtil геомембранамен қаптап жатырмыз. Одан кейін лаборатория ғимаратымыз ішінде сылау жұмыстары, сыртын мембранамен қаптап жатырмыз. Бұл жерде қазір бетонның жұмыстары жүргізіп жатырмыз. Бір айдың ішінде бітеміз. Оның артынан металлоконструкция, оборудованиялар объект басына келіп жатыр. Осы июль айының ортасынан бастап уже оборудование қоя бастаймыз. Бәрі жұмыстар бізде график бойынша істелініп жатыр. Ақша бөлінді, материал бәрімен қамтамасыз етілгенбіз. Ақша алу бойынша бірінші кезең бойынша трубалар өткізілген, кәріз су жүретін трубалар. Осы объект басына уже жеткізілген олар монтажы. Бұл бізде екінші кезең. Екінші кезеңде кәріз су осы кос ғимаратына келеді. Осы жерде 4-5 этапта тазаланып, осы жердегі 3 плут накопительге толтырылып, тазарып, халыққа арық бойынша суғарылуға жаңадан су беріледі.